Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Аллаға мақтау, пайғамбарымызға салауаттар болсын. Аллах субхану ва таала баршамыздың қиямет күні жүздерімізді жарық етіп, таразымызды оң жағынан еткен болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: сендерден бұрын өткен бір қауымның патшасы бар еді. Оның сиқыршысы болды. Сиқыршысы қартайған шағында патшаға келіп, мен қартайып қалдым, ендеше маған бір баланы жібер, оған сиқырды үйретейін дейді. Патша оған бір баланы жібереді. Алайда сиқыршының үйіне барар жолда Аллаға иман келтірген бір тақуа адамның үйі орналасқан еді. Бала сиқыршыға бара жатып, сол тақуаның үйіне кіріп, мәжілісіне қатысып, сөзін тыңдап, одан қатты әсер алатын. Кейін ол сиқыршыға баратын. Міне осылай бірнеше күндер тәлім алып, өзінің дәрістерін осылай қайталап жүрді. Бір күні сол сиқыршыға кешік барғаннан кейін оны ұрсып, төбелеп, азаптайды. Бұны бала тақуаға келіп хабарлағанда, егер сен сиқыршыдан қорқсаң, онда былай деп айт: мені үйдегілер кеш жіберді деп айт. Егер сен үйіндегілердің қорқатын болсаң, онда мені сиқыршы бүгін сабақтан кеш жіберді деп айт дейді. Міне бала осылай тәлім алып жүреді. Күндердің бір күні жолда келе жатып, адамдардың бір жерде топталып тұрып, көпірден ары қарай өте алмай жатқанын көреді. Алдында бір жыртқыш аң болады. Сонда бала, бүгін сиқыршының іс-әрекеті абзал ма, жоқ әлде тақуа адамның іс-әрекеті абзал ма, ақиқатқа көз жететін күн келді дейді. Сосын бір тасты алып, егер Аллахым, тақуа кісінің іс-әрекеті сиқыршының іс-әрекетінен жақсы болса, онда мұна жыртқыш аңды өлтір деп оған тас лақтырғанда, ол жыртқыш аң өліп, адамдар ары қарай өтіп құтқарылады. Міне осы хабарды ол тақуа адамға жеткізген кезде, сонда мен саған үйрететін еш нәрсе қалмапты, сен менен де жоғары дәрежеге жетіпсің. Әрине сенің алдағы уақытта көптеген сынақтарға тап боласың, сол кезде мені айтып қойма дейді. Міне бала адамдардың көзін емдейтін, алапестерді емдейтін дәрежеге жетеді. Бұл хабар патшаның уәзірінің құлағына жетеді. Сонда уәзір өзімен бірге қазыналарды алып, баланың алдына алып келіп, егер сен мені емдесең, мұна қазынан бәрі сенікі дейді. Сонда бала, шифаны беруші бір ғана Алла. Менің қолымнан еш нәрсе келмейді. Егер сен иман келтірсең, мен саған дұға етейін, жалбарынайын, мүмкін Алла шифа берер дейді. Ол кісі иман келтіреді. Бала Аллаға жалбарын дұға етеді. Алла субхану ва таала әлгі уәзірдің көзінің нұрын қайтарады. Міне ол уәзір патшаның бір жиынында отырғанда, патша, сенің нұрың, көзіңнің нұрын кім қайтарды дейді. Сонда ол, Раббым шипасын берді дейді. Сенің менен басқа да тәңірің бар ма дейді. Сенің де менің де Раббың ол Алла дейді. Сонда уәзірді қатты қинап, оны азаптағанда әлгі баланы айтып береді. Баланы алып келіп, сенің сиқырың адамдарды емдейтін дәрежеге жетті дегенде, бала, жоқ, мен ешқандай еш нәрсеге шамам келмейді. Бәлкім бұның бәрін Алла субхану ва таала істеп жатыр. Алла шипасын беріп жатыр дейді. Баланы азаптайды. Бала әлгі тақуа кісіні айтып береді. Ол тақуа кісіні алып келіп, дініңнен қайт дейді. Ол қайтпайды. Сонда арамен оның басын аралап өлтіреді. Кейін уәзірге дініңнен қайт дейді. Ол да қайтпайды, оның да басын аралап тастайды. Кейін балаға дініңнен қайт дегенде ол да қайтпайды. Сонда патша нөкерлеріне бұны таудың басынан шығарып, егер дінінен қайтпаса, лақтырып тастаңдар дейді. Нөкерлері оны таудың басына алып кетеді. Сонда бала таудың басына шыққанда дұға етіп, Аллаға жалбарынып, Аллахым, бұларға сен өзің жетерлісің деді. Сонда Алла субхану ва таала тауды сілкіндіріп, олардың бәрі өліп кетеді, бірақ бала аман қалып, патшаға қайтадан келеді. Оны көрген патша таң қалып, менің әскерлерім қайда дегенде, оның бәрі өліп кетті дейді. Екінші бір топ әскерлеріне, бұны алып, сендер теңізге апарыңдар.
Егер дінінен қайтпаса, теңізге тастаңыз, сол батып өлсін дейді. Баланы кемеге салып теңіздің ортасына алып кетеді. Сонда бала кемеге мінгенде Аллаға тағы да жалбарынып, Аллахым бұларға өзің жетерлісің дейді. Алла субхану ва тағала олардың кемелерін аударып, олардың бәрі өліп кетеді, бірақ бала аман келіп қайтадан патшаның алдына оралады. Оны көрген патша тағы да таңғалады. Сонда бала, егер сен менің айтқанымды істемейінше мені өлтіре алмайсың деді. Сонда патша, не нәрсе дейді? Сен адамдардың бәрін бір жерге жина, бір төмпешекке ағашты қадап, оған мені асып қой. Содан кейін менің оқ қабым ішінен бір оқты алды, садаққа қойып, мен осы баланың Раббысының атымен атамын деп ат, сонда ғана мені өлтіре аласың дейді. Жарайды дейді. Патша адамдарды жинайды, бір төмпешекке ағашты қадап баланы асып қояды да, баланың оқ қабынан оқты алып, адамдардың көзінше садаққа қойып, бұл баланың Тәңірінің атымен атамын деп атқанда, оқ баланың маңдайына тиіп, бала сол жерде жан тапсырады. Оны көрген адамдардың барлығы иман келтіреді. Міне сол кезде патшаға жанындағы адамдар, сен бір ғана адамнан сақтанаймын деген едің, бірақ 1000 адам дінге кіріп кетті дейді. Сонда патша, онда жол бойынан сендер ор қазыңдар да, оған от жандырыңдар да, кім діннен бас тартпаса барлығын соған тастаңдар дейді. Барлығын соған отқа тастайды. Кезек омырауында сәбиі бар бір анаға келеді. Сонда әлгі әйел кішкене тоқтап қалғанда, омырауындағы баласы, анашым, сабыр ет, сен ақиқаттасың деген. Міне осындай бір ғана олардың Аллаға иман келтіруі, осындай дін үшін олар отқа түсіп, жанып өлді. Міне бұл оқиғадан біз нандай пайдалы нәрселерді аламыз. Әрине бұл жерде сабырлықтың артықшылығы. Сабыр дегеніміз ол бір нысана тәрізді. Нысанаға сен кез келген жақтан оқты ататын болсаң, ол бір қалыпты тұрады. Сабыр да дәл сондай. Алла Тағала бізге қаншама сынақтар жіберсе, мұсылман адам сол бір қалыпты тұрады. Алла Тағала міне осындай сабырлы тұлғаларға мол сауап береді. Иннама юаффас-сабируна ажрахум биғайри хисаб. Расында сабырлар сауапты есепсіз алады деген. Сондықтан да адам басына қандай бір қиыншылық келсе де ол сабыр ете білу керек. Әрине, әрбір қиыншылықтың өзіне жараса бір ауыртпашылығы бар. Алайда сабырларға беретін сауапты көрген мүмін, иншалла ол қайғыға сабыр етеді. Екінші, дінге бекем тұру. Міне қанша азаптар көрсе де, тіпті діннен бас тарт деп біреу мәжбүрлесе де, ол Билал радиаллаху анху сияқты Аллаху ахад деп дінде бекем тұру керек. Алла субхану ва тағала баршамызды осындай тұлғалардан, яғни дінде берік тұратын жандардан етсін, сондай-ақ сабырлы құлдардан еткен болсын. Саллаллаху тағала аля хайр халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.